Ай бауырларым, анау Теріскейдегі шеткері орналасқан Қызылжар қаласына әр жылы шілденің екінші жұмасында сол намазға барыңдар деп, осы намазхандарға ақсақалдар үндеу тастаса, жастар сұрап жатыр. Мақсат не дейді? Айналайындар, о мақсат біреу ақ. Сол жерде мынау қазақтың төбесін көрсету. Шеткері қала болғаннан кейін, анау 19 ғасырдан бастап сол солтүстіктегі шүйгін шөптен біздің малды ажыратып, қазақты анау сор басқан шөлейтті жерлерге жер аударылған кезеңді тарихты жастар білмейді ғой. Сол жерге қайтып бару енді міндет болып отыр. Айналайын, ақсақалдардың шақырып отқаны сол. Петропавлды көрмеген араларыңда қазақ қаншама. Сол ана Петропавлды барып көріп қайтыңдар. Анау Жетісудың төрінде Шымкенттің анау сәкісінде жатып алып, ой, анау Петропавлды Қызылжарға ауыстыру керек деп көсемсіп сөйлейтін жігіттер бар. Мән жайға қараңдар, айналайындар. Қауіп бар, қауіптің алдын алу бар. Ақсақалдар сол алдын алу жоспарын құрып отыр, соны қолдаңдар. Барып көріп қайтыңдаршы бірінші, көрмегендерің қаншама. Мына сол қалада жүріп, өзге ұлт өкілдері соны қазақтың қаласы деп мойындамай отыр. Сол арам пиғылдың алдын алу үшін осы дәстүрді ақсақалдар ойлап тапты. Енді соны қолдау ғана бізден қалып отыр ғой. Осыны ұмытпаңдар. Тағы бір мәселені ұмытпаңдар. Мынау орыстардың қазақпен араласқаны қазақты жақсы көреді. Дастархандас болғаны. Ал енді мен сендерге айтайын, солтүстікте қазақпен араласпаған орыстар бар. Олар жаңағы Мәскеудің ақпаратын тыңдап, кәдімгі бізге сын көзбенен, қатыгездік көзбенен қарайтындар табылып жатыр, көріп отырсыңдар ғой. Сондықтан да сол жерді барып солармен араласып, мына пиғылдарын өзгерту мәселесі біздің үлкен осы міндетіміз болып отыр. Тағы бір мәселені айтайын. Мемлекеттік бағдарлама да бар, көшіп жатқандар бар. Бірақ кімдер көшіп жатыр? Қайтып келіп жатқандар көп. Неге? Әкім ренжітті, анау жергілікті өзге ұлт өкілдері боқтағаннан қайтып кетіп жатқандар бар, мені ренжітті деп. Бізге ондай жігіттердің керегі жоқ. Бізге мына сендер керексіңдер. Адуынды жігіттер керек, мінезді жігіттер керек, қалталы жігіттер керек. Ана өздерінің жағдайын, отбасын бағып қағып отырған. Міне солар барса, ол жердегі көзқарас өзгереді. Ақсақалдар сол үшін сендер шақырып отыр. Төбе көрсетсеңдерші. Өмірі Петропавлға бармаған адамдар бар. Ал шетелге 10 барып келгендер бар. Не істеп жүрсіңдер сендер шетелде? Ана бірінші қарамайсыңдар, ма қауіп төніп тұрған аймаққа барып, малыңды сал. Сол жерге бір үй алып қой. Сол жерге барып тұрайық, кездесіп тұрайық. Айналайындар. Осы жолы қалмаңдар, көлікпен шығыңдар. Мына пойызға, ұшаққа, Қызылжарға қарай билет өте аз, санаулы. Сондықтан көлікпен шығыңдар. Ай айналайын, батыстағы адайларым, берштерім. Мынау Шырайыл, Шымкенттегі айналайын дулаттарым, қоңыраттарым. Жетісуда жатқан жалайырым, шығыстағы наймандар, мынау орталықтағы қаракесектер. Айналайындар, келіңдер. Баршан қолдау көрсетіп намазхандар. Сендер бүгін мына шілденің екінші жұмасына келіп, осы сәждеге бас иіп, туған жерге келдім деп, сол жерден намазға қатысыңдар. Шақыру осы, мақсат осы, айналайындар. Сосын шыққаннан кейін әр жерде отырып шай ішіп термелететін қазақтар көп қазір. Бұл деген бірнеше жыл болды ғой. Сол ақсақалдар тыңдаңдар, сол жерде жақсылап тұрып сосын түсіндіріп береді. Ал сапарларың оң болсын. Сол жақта кездесейік.